Менің есімім Ольга Майборода, Маленький принц кафесін басқарамын. Бұл отбасымен демалуға болатын жер, балаларға арналған алаң бар. Әдетте бізде балалардың туған күнін, түрлі отбасылық мерекелерді атап өтеді. Біз жарты жыл бұрын ғана ашылдық. Ашыла салып, қолма-қол емес төлемді Каспий арқылы қабылдаймыз деп шештік. Өйткені қазір Каспий Голд картасы мен Каспий KZ қосымшасы барлығында бар. Каспий Pay мобильді қосымшасын тегін жүктеп алдық. Қосымшада бірден жеке кәсіпкер үшін шот аштық. Одан әрі қосымшаны мобильді пост терминал ретінде қолдана бастадық. Қолма-қол емес төлемді қабылдай бастау үшін банкке барудың, артық шығын шығарудың да қажеті болған жоқ. Бәрі оңай болды. Қосымшаның өзі өте ыңғайлы, түсінікті, өте жеңіл. Каспий Pay арқылы алғашқы 3 айда төлеу комиссиясыз. Бизнес жаңа бастаған кезде бұл жақсы қолдау, ары қарай төлем үшін комиссия 1%-дан да төмен. Біздің қонақтардың арасында Каспий QR арқылы төлем жасау жылдам сұранысқа ие болды. Өзімен бірге карта алып жүрудің қажеті жоқ. Бірден ұялы телефоннан төлеуге болады. Бастысы барлығына бонус алған ұнайды. Қазір біз төлем қабылдау үшін қосымша орнатылған бір ұялы телефон қолданамыз. Бизнесіміз ұлғайған соң барлық даяршыларға орнатамыз. Түскен қаржының барлығы айқын, жеңіл бақылауға болады. Төлем кәсіпкердің шотына түседі. Ол шоттан аударым жасап, салық төлеуге, жеткізушілерге ақша жіберуге болады. Қазір біз үйге жеткізу қызметін іске қосуды жоспарлап отырмыз, бірақ мұндай тапсырыстар үшін төлемді қалай қабылдаймыз деген мәселе жоқ. Каспий Pay'де төлем үшін шот жіберуге болады. Клиент өзінің Каспий KZ қосымшасында төлем жасайды. Бәрі қарапайым. Біз жұмыс бастаған кезде Каспий Pay'дің пайда болғаны өте жақсы сәйкестік болды. Алғашқы күннен ақ қолма-қол емес төлемдерді еш қиындықсыз қабылдаймыз. Каспий KZ'ге рахмет.